Сәлеметсіздер көрермендер, Шәкенің асханасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дайындалатын ас қуырылған донер. Міне ол үшін бізге осынша дөңгелектелген, көріп тұрғандарыңыздай лаваш керек және көксөк, яғни укроп пен жасыл пияз. Одан кейін міне курица, мякоть ет керек. Одан кейін қияр және помидор. Бар жоғы осы 5 дүниеден жасалынатын қуырылған донер жасамақпыз бүгін. Ең бірінші курицамызды мариновкалап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздар, ол үшін бізге міне осылай острый красный перец жгучий, жарты чайная ложка. Одан кейін жарты чайная ложка тұз және на косточке деген осындай бульон жарты чайная ложкадан қосамыз. Одан кейін полный чайная ложка майонез саламыз. Міне осының барлығын араластыра отыра енді 15 минутқа окорочкамызды қойып қоямыз. Одан кейін окорочканы қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қазанға кішкене ғана май құйып, оны қатты қыздырып аламыз. Одан соң маринадталған курицамызды саламыз. Мен азғантай ғана мөлшерде жасап жатырмын, өйткені біздің үйдегі адам саны аз. Осылайынан қызарғанша курицамызды қуырып аламыз. Тауықтың еті тез пісетін болғандықтан, көріп тұрсыздар, салонланған тауықтың еті осылайынан қызарып шығарылып піскеннен кейін барлығын сүзіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай лавашты міне осылайынан қыздырылған бетіне емес, қыздырылмаған бетіне слегка майонез ғана жағамыз. Мен өзім кетчуп қолданбаймын, сіздер кетчуп қолдансаңыздар болады. Осылайынан ғана ортасына жеңіл түрде жұқалап майонез жақсаңыздар болады. Бұл енді кішкене майлығы мен сочныйлығын арттыру үшін ғана қажет, және біріне соң бірін донерде салғандай міне осылайынан курицаңызды мен өте тез және жұқа желінетін қылып жасаймын. Одан кейін міне көк пиязымызды, одан кейін укроп, сонша оның арасында осылайынан қызанағымызды және огурцымызды сала отыра қиярымызды міне жеңіл түрде ғана донер жасап шығамыз. Қараңыздар. Осылайынан жанын бүгіп, осылай үстіп барлығын аккуратно бүктеп шығамыз. Және қалған донерлерді осындай көлемде кішкентай ғана қылып, аз-аздан салып барлығын бүктеп шығасыздар. Одан кейінгі процесті көрсетемін. Майды барынша осылай қазанымызға бағанағы курица қуырған майдың үстіне сәл май құйып, қыздырып, одан кейін осылайынан бір жұмыртқаны жарып, құр жұмыртқаның өзін ғана араластырып, және осы жұмыртқаға аунатып, бағанағы ораған донерларымызды шетінен қуыра бастаймыз. Міне осылайынан барлық донерларымызды аунатып отыра, екі жағынан, жанынан барлығын қызарғанша қуырып аламыз. Міне осымен жареный донер домашний дайын. Үйден осылай донер жасап жесеңіздер болады. Сіздер начинкасына қалаған зат салсаңыздар болады, және етті говяжий қылсаңыздар да болады, конина қылсаңыздар да болады, ішіне қазы салсаңыздар да болады. Өте керемет шығады. Осындай донерді үйде жасап көруге кеңес беремін.